Сәлем балақай. Бүгін сенімен Бердібек Соқпақбаевтың Аяжан әңгімесін жалғастыратын боламыз. Ораз, сен қандай шеберсің? Әлгі көргендерінен кейін Аяжанның ықыласы Оразға бұрынғыдан бетер ауа түсті. Не деген жақсы бала, өнерлі бала. Онымен ойнауға, достасуға болады. Аяжан осындай ойға келді. Ол бір оңашада Оразға айтты. Екеуміз дос болайық деді. Болайық. Аяжан мен Ораз қол алысты. Ораздай дос тапқанына Аяжан, ал Аяжандай досқа кез болғанына Ораз. Екеуі бірдей қуанышты еді. Күндер өте берді. Аяжан мен Ораз ылғиды, бірге ойнап, уақытты бірге өткізетін болды. Тіпті олар бірін-бірі іздеп тауып жатпаса да. Көшеге шықты болды, бастары қосыла қалады. Маңайдағы өзге тең тұс балалар да Ораз бен Аяжанның айналасынан шықпайды. Өйткені Ораз жүрген жерде оның өнерлі, майлаяғы жүрген жерде көңілсіз болмайтынын олар жақсы білетін еді. Ораз Аяжанды бір рет үйіне ертіп барды. Оның анасы Күлиша ауыз үйде ас пісіріп жүреді. Амансыз ба деп Аяжан амандаса кірді. Күлиша жауап қатпады. Өйткені Аяжанның даусын ол естіген жоқ еді. Үйге кіргенінде байқамай қалған. Естіген жоқ, апамның құлағы естімейді деді Ораз Аяжанға. Күлиша бір кезде Оразға бұрылып барып көрді Аяжанды. Сөйтті де оның жүзіне байыздап қарап тұрып, сен қалқам Дәрібайдың қызымысың? Деп сұрады. Үні естілер-естілмес болып шықты. Я деп Аяжан басын изеді. Бейтаныс адамның алдында Аяжан бір түрлі қымсынғандай болып тұр. Күлиша мейірлі жүзбен Оразға бір, Аяжанға бір қарады. Содан соң Аяжанның басынан сипап тұрып, сенің әкең өзіміздің қолымызда өскен бала еді. Менің Әзілжан дейтін, тұңғышыммен құрдас болатын. Екеуі ылғида бірге ойнаушы еді. Менің Әзілжаным майданнан қайтпады, деп аузынан жалын ата күрсінді. Оразда кітап мол екен. Шкафтың жоғарғы 3 сөресі сықап толып тұр. Әдемі тізіліп жиналған кітаптарды Аяжан шула қарап өтті. Өзіне таныс кітаптар мен таныс еместері аралас ұшырасады. Қазақша кітаптар бірыңғай, орысша кітаптар бірыңғай жиналыпты. Әр тілден, әр халықтан аударылған ертегі кітаптар өз алдына қағаз қатар. Ертегі кітаптар Аяжанның ерекше сүйіп, бас алмай оқитын дүниелері. Мұншама көп ертегіні көргенде оның көзі жайнап кетті. Бірақ біртін саралап қарап еді. Осындағы кітаптардың көп-ақ оған таныс болып шықты. Өзінің қолынан өткен, оқыған шығармалары. Тек мынау жапон ертегілері мен ауған ертегілерінің жинақтарын Аяжан бұрын оқымаған еді. Оқып шығайын деп ол Ораздан сол 2 кітапты сұрап алды. Шкафтың төменгі сөрелері де бос емес. Біреусінде тізіліп ағаш шеберінің ісмерлік саймандары жатыр. Ара, балта, сүргі, шапқы, тескіш, тістеуіш, бұрғы, тіпті көп. Аяжан көбінің атында білмейді. Әйтеуір ер балалар әуес келетін мүлік саймандардан бәрі бар деп айтуға болады. Ал одан төменгі сөренің бір жақ шетінде мал мен құстың, аңның, адамның жонып істелген неше алуан мүсіндері тізіліп тұр. Сондай мүсіндер жасау үшін әзірлеп кесіп дайындаған әр түрлі ағаштар жатыр. Аяжан ғажаптана сұрады. Сен мыналарды өзің жасадың ба? Өзім. Тауықтың, бегемоттың, өгіздің, жирафтың мүсіндері өздерінен еш ауымайды. Сондайлық нәзік қолмен шебер бейнеленіп істелген. Әтеш аузын керіп, айдарын желбіретіп, айқайын салып шақырып тұр. Өгіз болса өкіріп, сүзейін деп тұр. Оның тұлғасы әнеугүні Аяжанды қорқытқан қызыл сиырға ұқсайды. Ой, Ораз, сен қандай шеберсің? Ой, қандай әдемі деп Аяжан әр мүсінді қолына алған сайын таңырқап, таңдайын қағумен болды. Аяжанның қызыққаны соншалық, сыпайыгершіліктің шекарасынан аттап та кетті. Ораз, осының біреуін маған сыйлашы деді. Ораз бөгеліңкіреп қалды да, мен бұларды көрмеге дайындап жүрмін деді. Қандай көрмеге, Ораз?
Мұғалім ағай күзде ауданда көрме болады, соған апаруға көп етіп дайында деп еді. Ал мен саған кеткеніңше бірдеңе істеп берем, ескерткіш болатындай етіп жасап берейін. Мақұл ма? Мақұл. Ұста дүкенінде. Ораздікінде көп отырып қалғанын Аяжан стол үстіндегі сағатқа қарап бірақ білді. Ой, мен қайтайын, мен шығарып салайын деді Ораз. Екеуі көшеге шықты. Қоңыр салқын кеш түсіп келеді екен. Шарбақты темір қақпаның алдынан өтіп бара жатып Аяжан: Ораз, мынау не үй деп сұрады. Мұнда бұрын МТС болған, қазір колхоздың машина, трактор, комбайндарын жөндейді. Аяжан тоқтай қалып, ішкі аулаға көз салып қарай бастады. Ығы-жығы әртүрлі машина, майлы күйелеш адамдар. Ораз, анау трактор ғой, иә? Я, трактор, ДТ-54 деп аталады. Ал мынау дөңгелегі үлкен не? Ол да трактор, Беларусь. Ораз, комбайн қайсы? Ораз олай-бұлай үңіліп қарады да. Комбайн көрінбейді, бәрін егін оруға әкеткен ғой деді. Оң қол жақта бұларға жап-жақын жерде бір қапталы түгелдей терезе етіліп жасалған ұзынша қызғылт үй тұр. Ішінен дүрс-дүрс соғылған дыбыс естіледі. Кірлеп кеткен әйнектің ар жағынан қараңдап адамдар көрінеді. Ораз, мынау үйде не бар? Бұл ұста дүкені ғой. Сарыбай қария осында жұмыс істейді. Ұста дүкені? Я, Аяжан құштарланып кетті. Ораз, бізді онда жібере ме? Барып көрсек. Сарыкеңе барамыз десек жібереді. Барайықшы. Аяжанды бастап Ораз қарауыл үйшігіне кірді. Күзетші қатал мінез Серкебай қарт, көзі жыпыла қатқан, сары өңді, шошқа сақал, түсі суық адам. Қара тақиясының сыртынан едірейген қырғыз қалпақ киген. Ата, салам алейкум деп Ораз оған сәлем бере кірді. Алейкум салам, сендерді мұнда кім шақырды? Біз ұста дүкеніндегі Сарыкеңе барайық деп едік. Мынау Сарыкеңнің інісінің қызы, Алматыдан келген. Дәрібайдың қызысың ба? Деп сұрады күзетші Аяжаннан. Я, әке шешең аман ба? Қашан келдің мұнда? Қалай келдің? Кіммен бірге келдің? Сарыбайға не әкелдің? Деп күзетші қарт қазбалап сұрап алды. Содан соң барыңдар деді бұйрық етіп. Ораз Аяжанды бастап жөнелді. Ұста дүкенінің жармалы үлкен есігі шалқасынан ашық тұр. Майлы күйелеш 3-4 адамның арасынан кенеп алжапқыш киген Сарыбай қарияны Аяжан бірден таныды. Оның қолында құлаштай жалпақ темір. Соның қып-қызыл боп қызарған бір жақ шетін төске ұстап, қамырша илеп соғып тұр. Ұрған сайын қызулы темірден қып-қызыл ұшқындар шашырап түседі. Аяжан мен Оразды көріп, Сарыкең қалт тоқтады. Өй, әке, неменеге келдіңдер? Жайша келдіңдер ме? Жай, Аяжан көрейік деген соң келдік. Көр алтыным, көре ғой. Ұста дүкені деген міне, осы болады. Осыны айтып Сарыкең жұмысын істей берді. Аяжанға бәрінен бұрын балғаның өзі ұрып, өзі көтерілгені ғажап көрінді. Сөйтсе ол сығылған ауаның құдірет күшімен өстеді екен. Аяжанға бұны Ораз түсіндіріп тұр. Сарыбай атасының ұсталық өнерін Аяжан өз көзімен көрді. Неғилы білектей, қату, көк темірлерге ол білгенін істеп жатыр. Қамырдай иілеп соғады, сағыздай созып иеді, ағаштай кертіп кеседі, түймедей түйреп теседі. Енді біреулерін егеп, жонып, үшкірлеп, істемегенді істеп жатыр. Атасының лып-лып еткен өнерлі қолдары темірден түйінде түйе алатындай. Керемет, керемет деп Аяжан іштей таңдай қағып тұр. Сарыкеңнің еңбек қимылын ол осыдан кеш батқанша қарауға да жалығатын емес еді. Кенет төңіректі жаңғыртып, даң-даң етіп дабыл қағылды. Жұмыс күні аяқталды. Ұста дүкеніндегі қимыл су сепкендей басылды. Сарыкең душқа кіріп жуынып шыққанша Аяжан Оразға мынандай сауал қойды. Ораз, айтшы, қыздар ұста бола ала ма? Ораз бөгеліп ойланып қалды. Әйел ұстаны ол көргенде, естігенде емес еді. Бірақ Аяжанның көңілін жыққысы келмеді. Болмағанда ше, бола алады. Я, бір-біріне ұқсайды. Ата, Анатаудың ар жағында не бар?
Не болушы еді, біз секілді ел бар сәулем. Колхоз бар, колхоздың жайылып жүрген малы, жайқалып өскен астығы бар. Астық деген не ата? Ол бидай ғой, иә? Астық деп арпа, бидай, жүгері тарының бәрін жалпы атайды. Ата, астық қалай өседі? Кинодағыдай болып өсе ме? Сарыбай қария бала ұқсап рахаттана күлді. Сен шыбыным әлі күнге дейін астықтың қалай өсетінін көрмеген екенсің ғой? Көргем, кинодан талай көргем. Кинодан көрген бола ма екен? Енді қалада астық жоқ қой. Олай болса, шыбыным, мен сені егіс даласына алып барып көрсетейін бәрін. Күнде жеп жүрген наныңның қайдан шығатынын білмеуің жарамайды ғой. Ататай, апаршы, қашан апарасың, ә? Жұмыс аз болса, мен бүгін ертерек келейін, содан соң апарамын. Жұмыстан Сарекең сағат 4 шамасында қайтып келді. Аяжан қашан егіс даласын көргенше асық болып тыпыршып күткен еді. Ата, егіске барамыз ба? Деп қолын шапалақтай секірді. Барамыз. Сарыбай қария қорадан 3 дөңгелекті, мықты, күрең мотоциклін алып шықты. Мұны оған былтыр колхоз ұзақ жылғы үздік еңбегі үшін сыйға берген. Келгелі бері Аяжанды Сарекең бұл мотоциклмен ертеңді кеш ауыл арасында талай зырлатып сейілдеткен. Аяжанмен қоса Зәуре, Нұрдәулет те «Ата, мен де барам, ата, мен де барам» деп лап қойып қоя жүгірсін. Жә, таласпаңдар, әрқайсың өзің орындарыңа отырыңдар. Аяжан мен Зәуре қатарласып қорапқа отырды да Нұрдәулет әкесінің арт жағына ершікке мінді. Қуатты мотоцикл жұлқына тартып жөнеп берді. Ары қарына кездескенде кілт баяулай қалады да тегіс жерде көзден жасты парлатып көсіле зырлайды. Аяжан қуанышты. Алдан тұрған желден көзі жыпылық-жыпылық етіп атасының жүзіне сүйсіне масаттанып қарайды. Сарекең шаң кірмес үшін көзіне жабық көзәйнек киіп алған. Сұр қалпағының етегі желмен желп-желп етіп, өзінше ол да қуанғандай болады. Көпірден өтісімен Сарекең суды жағалап оңға қарай бұрылды. Бұл араның жолы тас жол емес, жай қара жол, бірақ теп-тегіс, жұп-жұмсақ. Жауын шашынсыз кезде жүріске тас жолдан да жайлы. Өзенді бойлап ирелеңдеп шығысқа қарай тартып келеді. Сәл жүрген соң-ақ сол жақ қапталда қоғадай жайқалған бітік егін басталды. Масағы кереғарыс бидай болатын. Шегі көрінбеді. Сарыбай қария жолдан жалт бұрылып, мотоциклді егістің тап іргесіне тақап әкеп тоқтатты. Балалар жерге секіріп түсті. Ата, осы ма астық деген? Я, бұл бидай, деді Сарекең. Ой, қандай биік, ата, қарашы, менің бойыммен бірдей екен, деді Аяжан. Жасырынбақ ойнауға жақсы екен, деп Нұрдәулет астықтың арасына қойып кетіп еді. Тәйт, таптама, деп Сарекең оны ақырып қуып шықты. Ата, мұның бидайы қай жерінде? Сарекең бір тал масақты үзіп алып, уқалап, үрлеп жіберіп еді. Маржандай болып қып-қызыл дән шыға келді. Ой ата, кәдімгі бидай. Я, бидай, сенің күнде жеп жүрген аппақ наның осы бидайдың наны. Нанды бидайдан пісіре ме екен? Оннан пісірмей ме? Ал оның қайдан пайда болады? Білмеймін. Білмесең оны да көресің. Бұлар әрмен қарай жөнелді. Бір кезде әлгі егіс бітіп, басқа бір егіс басталды. Бұл қылтығы әппақ болып қуарған, тез пісетін арпа еді. Өзі жүретін комбайн жаңадан ора бастаған екен. Сарекең мотоциклді аңыздың жегіне тоқтатты да, үйдей болып гүрілдеп, сақ-сақ етіп келе жатқан зор машинаны Аяжанға анау комбайн деп көрсетті. Комбайн деген осындай болады деп Зәуре де пысықсынып жатыр. Аз уақыт бақылаусыз қалғанға оның мұрны тәртіптен шыға бастаған екен. Сіңбір, сүрт мұрныңды, деді Аяжан. Әңгімеге бекер араласқан екем деп өкініп, Зәуре теріс қарап кетті. Таяған сайын комбайнның дауысы зорая түсті. Жайқалған егіннің шетінен таспадай тіліп, жым-жылыс қылып көмейіне салып келеді.
Күн нұрымен шағылған маржан дән, шанаққа сау-сау құйылады. Комбайнды алпамсадай қара мұрт адам жүргізіп келеді. Ал ең үсті шанақтың қасында омырауы аңқиып, кепкасы қалқиған бір бала тұр. Аяжан оның Ораз екенін енді ғана байқап, дауыстап жіберді. Ораз! Ораз оған ақсия күлімсіреп жауап қатты. Комбайнның ізімен анандай жерде жайлап басып, майлаяқ ілесіп келеді. Сарке, салам алейкум. Бұл не? Мотоцикліңізге балаларды тиеп алып, егін аралап жүргеніңіз, дейді комбайншы жігіт. Агрегатты тоқтатып, моторды кілт өшіріп. Мынау Аяжан деген Алматыдан келген қонағым еді. Соны колхоз тіршілігін көріп, біліп қайтсын деп аралатып жүргенім. Бәрекелді, дұрыс істейсіз, Сарке. Қаланың кейбір балалары нанды ағаштың бұтағында алма тәрізді салбырап өсіп тұрады деп ойлайтын көрінеді. Соларға ұқсап жүрмесін. Нан жарықтықтың қаншалық ауыр еңбекпен табылатынын білсін, деді комбайншы. Ол машинадан түсіп, Саркеңнің қасына келді. Екеуі шылым шегісіп, әңгімелесіп тұрғанда, комбайн балалардың еркіне тиіп қалды. Ораз Аяжанға анау анандай, мынау мынандай деп түсіндіріп жүр. Ол оны комбайнның үстіне алып шықты. Қандай биік, дейді Аяжан. Сен құлаймын деп қорықпайсың ба? Комбайн шайқалғанда мына темірден бүйтіп ұстап тұруға болады. Ораз, сен мұнда қашан кеп қалдың? Әлгінде ғана келдім. Папама папирос, сіріңке әкеліп бердім. Ол сенің папаң ба, деп Аяжан жердегі комбайншыны нұсқады. Иә, қарамұрт пен Оразға кезек-кезек қарап, Аяжан ішінен, бір-біріне ұқсайды, деді. Балақай, сен Бердібек Соқпақбаевтың Аяжан әңгімесін тыңдадың. Аяжанның қызықты хикаялары әлі де таусылған жоқ. Келесі видеода кездескенше.